Тұлпар мініп туалған ұлттық жобасын қолдау мақсатында Қобыланды батыр жырынан үзінді оқудың отбасылық эстафетасын досым Ержан Ахметовтың шаңырағынан қабыл алып, мемлекеттік қызметтегі досым Сәкен Есіркептің және Нұрдәулет Иманәліұлының отбасыларына жолдаймыз. Көбіктінің үстінде 9 қабат ақ сауыт, шапсаң қылыш кеспейді, атсаң мылтық өтпейді. Қобыландыдай батырға қарлыға сұлу сөйледі. Оған қылар амалы, кіндігінің тұсында кем соғылған төрт көзі, жел соғарлық самалы. Мерген болсаң батырым, кіндікті байлап атпасаң, басыңа салар қараны.